Бүгін мектебімізде өте ерекше күн, айтулы күн деп айтсақ болады. Себебі биылғы жыл мектебімізге есімі берілген атақты жерлесіміз, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның халық жазушысы Мұзафар Әлімбаевтың ғасырлық тойы, яғни 100 жылдығы. Мұзафар атамыз 94 жыл ғасырға жуық өмір сүрген. Енді мынау 100 жылдығы қарсаңында біздің мектебімізге үлкен қонақтар келе жатыр. Ол осы Мұзафар атамыздың шәкірті, ақын, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Парасат орденінің иегері Несіпбек Айтұлы деген үлкен ағамыз келе жатыр. Ол кісімен бірге жерлесіміз, профессор, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Алтынбек Нұқұлы ағамыз келе жатыр. Мынау мектеппен танысып, және де достық үйінде Мұзафар атамыздың шығармашылығына арналған өңіріміздің зиялы қауым өкілдері және студент жастарымен, оқушылармен, ұстаздармен шығармашылық кездесу өтетін болады. Қазақтың халық жазушысы, қазақтың үлкен ақыны, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, әдебиетке сіңірген еңбегі зор, Балдырған журналының балалар әдебиетін қалыптастырған адам, оның үстінде өзінің шығармалары ұшан теңіз. Балаларға да жазған, үлкендерге де жазған адам, поэмалар жазған адам, мақал-мәтел жинаған, әлем халықтарының мақал-мәтелін жинаған, оны аударған, өзі де мақал-мәтел шығарған, әрі зерттеуші, қазақ әдебиетін зерттеген, өрнек сөз ортақ қазына ту тіккен басқадай кітаптар өте көп ол кісінің кітабы. Маржан сөз деген кітабы бар, оның аудармашы. Қысқасын айтқанда 9 қырлы бір сырлы адам. Мына Мұзағаң мектебі құтты болсын, әлі талай келеміз, айтатын сөз алда, Мұзағаңның ұрқы жасай берсін. Мұзағаңның үйінде кітаптары өзінің мына мектебінде тұрғаны жөн. Ендігі Мұзағаңның үйі, ендігі Мұзағаңның мына әдеби мұрасының сақтайтын жер, Мұзағаңның күн шығармаларына ие болатын осы қара шаңырақ екен. Мына мектеп, жаңа мектеп салып, ол мектептің атын берген жерлестеріне, мына облыстық әкімге, басқа басшыларға көптен көп рахмет. Әр ел осылай өзінің ұлын іздесе, біздің қазақ халқының болашағы зор болады. Қазақтың ұлы ақыны, ұлы азаматы, елім деп, жерім деп, өзінің жүрегін, барлық мақсатын, өзінің тіліне, тарихына бірге Мұзафар ағамыздың 100 жылдық мерейлі тойы. Осы ертіс баян өңірден басталды. Бүгін қандай керемет сөздер болды, мектеп ашылды, өлеңдер айтылды. Ол кісі жан жақты. Қалай айтсаңыз да, ол кісіге бір жатқан кон классика. Ол кісінің орны бөлек. Әлі талай кітаптар жазылады, мен ойлаймын, әлі талай ескерткіштер қойылады Мұзафар аға. Балалармен тұрған, балдырғанға деген өлеңдері қандай бала шығарды. Бұл енді үлкен бір ғұламалы дүние. Бұны зерттеу керек әлі. Әлі бұны халыққа жеткізу керек, балаларға жеткізу керек, болашаққа. Сонда біз үлкен арманға жетеміз.